Балалар, бүгінгі тыңдайтын ертегілеріңнің аты «Ақыл, ғылым, бақыт». Ақыл, ғылым, бақыт үшеуі бір-бірінен артықшылығын салыстырып сарапқа түсіпті. Сарапшылар оларға былай депті: бірінші, бақытқа сен тұрақсыз опассызсың. Орныңды таңдамай қонасың. Қонғаныңды кісімдейсің, тастасың. Ақырында бір күні лақтырып тастап кетесің. Ақылмен байланыс. Сонда көп жасайсың депті. Екінші, ғылымға. Дүниеде сенен күшті нәрсе жоқ. Қара тасты қайнатасың. Дүние жүзін жайнатасың. Сақауды сайратасың. Жоқты бар, бардан жоқ жасайсың. Бірақ та бар ғаламды өзіңе бағындырғың келеді. Бағынбағанды демде әлек қыласың. Түзеу де, бұзу да сенен шығады. Ақылмен байланыс. Сонда абыроймен ұзақ жасайсың депті. Үшінші, ақылға. Дүниеде адамзатқа сенен артық дос жоқ. Бірақ ашу үстіңе кіріп келгенде, орныңды беріп шыға саласың да кетесің. Ашу бүлдіріп кеткен соң кіресің де, ашудың бүлдіріп кеткенін оңдайсың. Әуелден орныңнан тұрмай отырсаң, ашу сенің үстіңе кірмеген болар еді. Барыңдар, ақыл, сен адам бол. Ғылым, сен ат бол. Бақыт, сен қамшы бол. Үшеуің біріксең, ешбір мұң, мұқтаждарың болмайды депті. Қалай балалар, бүгінгі ертегім ұнады ма? Ертегім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Бұдан да былай өздеріңмен әрдайым қызықты ертегімді бөлісіп отыратын боламын.